23 маусымда азаматтық борышын өтеп жүргенде белгісіз жағдайда басы жарылып, төсекке таңылған сарбаз Ербаян Мұхтар ауруханада қайтыс болды. Балаң өлді деген қаралы хабарды ата-анасы ауыр қабылдап, көпке дейін сене алмады. Мынаны қара, денесі ып-ыстық. Мынау не? Неге алдайсыңдар? Іле оқиға бойынша Денсаулық сақтау министрлігі ресми ақпарат таратты. Онда жағдайының күрт нашарлауына байланысты Ербаянның өмірін сақтап қалу мүмкін болмағаны хабарланған. Ресми мәлімдемеде қарқынды терапияға қарамастан науқастың өмірлік маңызды көрсеткіштері төмендеді, инфекциялық асқыну болды делінген. Пациент поступил к нам в стадии клинической декомпенсации с выраженной дыхательной недостаточностью на фоне двухсторонней пневмонии. В дальнейшем у него прогрессивно состояние ухудшалось, присоединился синдром полиорганной недостаточности. Пациент у нас находился в отделении реанимации, в отдельной палате, где был ему установлен круглосуточный сестринский пост, также оборудована палата всем необходимым оборудованием, сельскохозяйственной техники и аппаратами жизнедеятельности. Получал весь спектр лекарственной терапии. Из анамнеза хочу пояснить, что в декабре 2023 года данный пациент получил тяжелую черепно-мозговую травму, был прооперирован в Центральной городской больнице города Алматы по поводу острой субдуральной гематомы. В дальнейшем длительное время находился в коматозном состоянии. Далее был выписан на амбулаторное лечение с диагнозом вегетативное состояние. Неоднократно проводил этапы реабилитации с диагнозом вегетативное состояние, но клинического улучшения данный пациент не получил. Осы больницадан звондайды да бізге мамасына Ербаян қайтып кетті деп. Дәрігерлер Ербаянның өлімін жарақат салдары мен ағзадағы жеткіліксіздік синдромы деп түсіндіргенмен, туыстары оған сенбейді. Жақындарының айтуынша ауруханада науқаста тиісті күтім болмаған. Даже мен видеосын бәрін түсіріп алдым өз телефоныма. Осы несімен демалушы еді ғой, мойындағы жаңағы несімен пластикпен. Соның бәрі іріндеп кеткен. Прям кәдімгі ірін сасып жатыр уже. Қарамаған вообще. И содан инфекция кеткен ғой. Ербаян Мұхтар 2023 жылы көктемде азаматтық борышын өтеуге кеткен. Ол Алматыдағы ұлттық ұланның әскери бөлімінде қызмет атқарған. Сол жылы желтоқсанда түнде әжетханада жұмбақ жағдайда басынан ауыр соққы қалып комаға түседі. 4 айда ес-түссіз жатып, мамырда оянады. Кейін Түркияда ем алды. Ербаянның атынан аккаунт ашылып, жұрт еміне асырлап ақша да жинаған. Әскери бөлім қызметкерлері сарбаз өзі құлап, басын жарақаттап алды деген. Оқиға бойынша қылмыстық іс қозғалған, тергеу жалғасып жатыр. Бірақ істе әлі күнге дейін күдікті жоқ. Ең басында сөйлей бастағанда, мама мені кім атты деп сұрады. Сосын кейін мен не айтам? Тергеу жүріп жатыр. Білмеймін балам. Әлі таппай жатыр деймін. Астана тұрғыны Гүлмира Мұқажанова да 4 жылдан бері ұлын төсекке таңған оқиғаға кінәліні таппай жүргендердің бірі. Оның сөзінше оқиға 2022 жылы күзде болған. Щучинскідегі Шоқан Уәлиханов атындағы кадет колледжіне түскен тұңғышы Ұлан Мұсаев 2-ші курсқа барғанда белгісіз жағдайда оқ құшқан. Мұнараға тұрды, Ұланның атында өзіне тіркелген қаруы бар, автоматпен тұрды деді. Автоматтан атып тұр өзің, Ұлан. Оқтың кірген орны, оң жақтан оқ кіргенде нүкте ғана болған, шыққан орны 2 сантиметр жара болған. Өзін атады екен самай тұсынан. Сосын кейін құламаған іштеместеген бұрышқа барып отыр қалған екен де автомат жанында жатыр екен. Судебно-психологический эксперттің шешімі бар, 2 рет жасалған. Сол жерде дәлелдеп тұр, Ұлан өз-өзіне қол жұмсауға бейім емес деп. Заң алдында жауап беретін адам жоқ, әлі күнге дейін міне. Осы бүгінге дейін іс созылып келе жатыр. Ұлан 4 жылдан бері төсек тартып жатыр. Анасы Гүлмираның бармаған жері қалмаған. Өзі сияқты бір топ әйелмен бірігіп, әскердегі әлімжеттікті тоқтатуды, әділ тергеуді талап етіп, наразылыққа да шыққан. Бірақ оң нәтиже жоқ дейді. Мен балам жарайды мүгедек, басқа ата-аналардың баласы қара жердің астында жатыр. Қашанға дейін бұл жалғасады, әділетсіздік. Түсінем, өз ажалымен өлсе, жаңағы
жаңағы опат жағдай болса түсінесің да. Күнде балама қараймын, күнде ойланамын, мынаны кім жасады осыны, кім осындай жағдай жасады деп. Оңай емес, ең қиын анаға. Сондықтан біз талап етеміз, әділ тергеу, әділ сот жүргізілуін. Осы президенттің өзін араласуын сұраймыз. Осы 10 шақты жүрген ата-ананы қабылдаса екен сол кісі. Сол көмектеспесе, басқа ешкім көмектеспейді. Гүлмира жалғыз ілікті ана, 2 баласы бар. Ұлан үлкені, одан кішісі мектепте оқиды. Әйелдің сөзінше тұңғышы айналасына бауырмал, ұқыпты әрі пысық жігіт. Өте сыпайы, өте таза жүретін, таңертең ерте тұратын. Сосын кейін тиянақты болатын. Бүкіл үйдегі жұмыстардың бәрін анау бір жер салбырап ілініп тұрса, балам жөндейтін. Сабаққа ерте баратын. Мен жұмысқа кеткен күні інісін оятып, сабаққа жіберетін. Үйге келгенде тамақ шайларын ішіп, арасында тамақ істеп жіберетін Ұлан. Сондай пысық бала болған. 9 класстан бастап жұмыс істеп, ақша тауып, маған көмектесіп, өзіне киім алып, інісіне көмектесіп жүрген балам ғой. Әскердегі әлімжеттік не өлім жітімнің тыйылмауы саланың жабықтығынан дейді осы бағыттағы істермен айналысатын адвокат Сержан Пірәлиев. Оның сөзінше қатардағы жауынгерлерге қарсы жасалатын қысымның көбін қоғам біле бермейді. Бұған ең әуелі күштік құрылым жетекшілері мүдделі дейді заңгер. Сот тергеу кезінде жеке қаулы шығарады сот. Сол жеке қаулымен қылмыстық іс қозғалады. Жаңа сол жердегі басшыларға. Содан олар қорқады ғой. Өңге көп нәрсені жараламайды. Көп нәрселер қазір сотқа жетпей, тергеу де болмайды. Жасырады. Естісе, ата-аналары, бұқаралық ақпараттан, интернеттен, басқалардан бөліп естісе, халық естісе, сол кезде тергелеп, сонда іс қозғалады, сонда іс болады. Мен білетінше кейбір жағдайлар болады, жасырады, ешкім айтпайды, туысқандарына жиналады, ақырындап сөйлеседі, сонымен жабылады. Ақырын қазақ басшыққа салады дағы, ақырын жабыла салады. Болды. Өздерінен өз жаңағы қызметтік тексеріс басталады, кінәлін табады, соған жаңа сөгіс жаралады дағы, сонымен істі жаба қалады. Болды. Қазақстанда сарбаздардың қазасы мен түрлі жарақат алуы жиі кездеседі. Армияда әлімжеттік және басқа да қысым бар көп айтылады. Қоғам саланы түбегейлі реформалауды талап еткенмен, қорғаныс министрлігі әскерде озбырлық бар дегенмен келіспейді. Ресми ақпаратқа қарағанда қатардағы жауынгерлер арасындағы өлім жітімге негізінен сырқаттану, жол апаты немесе жеке психологиялық жағдайлар себеп ретінде көрсетіледі.